Біз тікелей эфирді әрі қарай жалғастырамыз және дәл қазір жанымда қонақта Гүлшат ханым, қайырлы күн, қал жағдайыңыз қалай? Қайырлы күн, қал жағдайым жақсы, көңіл күй жақсы. Бүгін енді маусымның жабылуы деп бәріміздің бір көңіл күйіміз, бір көтеріңкі, мына маусымды жауып жатырмыз деп қуанышты ма, бір өзіме де бір түсініксіз жағдай болып жатыр. Мәңгі бақи қоштасып жатқан сияқты. Ана мектепте қоштасасың ғой, енді балалық шақта тура сондай көңіл күй келеді екен. Енді бірақ ары қарай біз енді жалғастырамыз деп ойлаймын. Жазғы маусымды. Әрине. Иә, сондықтан мен айтамын, жалғастырамыз ғой әлі деп өз-өзімнің көңілімді түсірмей сөйтіп отырмын. Өте дұрыс айтасыз, себебі бұл маусым аяқталғанмен алда жазғы маусым бар. Міндетті түрде жалғасатын болады және дәл қазір енді қонақ болып келіп отырсыздар. Бүгін ешқандай бағалау жоқ, жаңағы бас қатыру жоқ деп айтсақ болады. Дегенмен көріп отырсыз ғой, жұптар да бар, қатысушылар бәрінің көңілінде қимастық. Не айтар едіңіз қатысушыларға? Енді шынымен енді бір жыл бойы барлық бір-біріне үйреніп қалды, бір-бірінің мінезін біліп қалды. Енді бұл жерде ағалап келіп бауырлар сияқты болып қалды. Біреу құрбы тапты, біреу дос тапты деген сияқты. Бұл жерде біреу әріптес тапқан шығар осы жерден. Әрине қимастық болады ғой әрқайсысында. Қанша дегенменен де бір жерде отырды, бір нанды бөлісіп жеді. Енді эфирдің сыртында да күндер болады ғой. Сондай уақытта да бір-біріменен ұрсып қалған кездері болды, татуласқан кездері болды. Енді бүгін бәрін шығарып жатыр да, бүкіл эмоцияларын шығарып жатыр. Соған қарап ойлаймын да, ешқандай бір-бірінен көңілі қалмаған депше. Өйткені бауыр басып қалған, бір-бірін қимай отыр деген сияқты. Келесі маусымда басқаша болады ғой, енді басқа адамдар келеді, енді бұл маусымда біз бәріміз бір-бірімізбен қоштасып жатырмыз деп. Бірақ бәрібір құрбы болып, құрдас болып қалғандар бір-бірімен ары қарай жалғасып табат деген ойдамын. Бір-бірлеріменше өте жақсы. Мынау бір жағынан қос жүрек бір-бірін тауып атса, бір жағынан қос дос тауып атыр бір-бірлеріменше. Әйтпесе әрқайсы әр жақтан келген балалар, қыздар деген сияқты, но бәрібір бауыр басып қалды. Ол түгіл біз мынау 6 айға жуық болдық па, болмадық па, бауыр басып қалды. Әрине. Мынау вайппен деймін, вайпқа үйреніп қалдыңыз. Өте дұрыс айтасыз. Енді сіздер біздің алдымызда бір үлгілі отбасы ретінде білеміз өздеріңізді. Жалпы бас қосайын деп отырған жандар бар арамызда. Не айтар едіңіз ол кісілерге, ұл қыздарға, жалпы қыздар қауымына? Бас қосып отырған ұл мен қыздарға бақытты болсын, өмірлерінің ағы мен қарасы тең болсын. Енді өмір болғаннан кейін, отбасы құрғаннан кейін ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Сол сылдырлап қалған кезде біреуің болмаса біреуің кешірімді болып, ең маңыздысы отбасын сақтап қалу. Соған жұмыс істеу керек. Отбасын, ол өз басыңды ойлап кеткенмен, ертең күні отбасың ойран болған кезде өмірің де ойран болады. Сондықтан сол ойран болмау үшін ақылменен санаға бой жүгіртіп, ақылға салып, ойран қылдырмай, бақытты өмір сүруге ұмтылу керек. Жүректі тебірентіп жібердіңіз ғой, Гүлшат ханым. Рас қой, мен өзімді сөйтетімін. Мен бақытты болу үшін, мен бақытты жанұя, отбасы болу үшін не істеуім керек деп өз-өзіме сұрақ қоятынмын. Өте керемет. Сол кезде мен бақытты болу үшін, мен жан-жарымның қасында, бала-шағамның қасында болсам ғана мен бақытты екенмін. Сондықтан мен сол жолға түсетімін. Менің тәкаппарлығым, менің өз-өзімді жақсы көруім бәрі, отбасыңды жақсы көрсең, ол да сені жақсы көретін болады. Сондықтан ол көбінесе кейде психологтар өзіңді жақсы көр, бір өзіңді жақсы көргеннен отбасыңды барлығын жақсы көрген 1000 есе артық деп ойлаймын. Сондықтан қыздар мен жігіттерге бір өздеріңді жақсы көрмеңдер, отбасыңды жақсы көріңдер, жан-жарыңды жақсы көр. Бұл нағыз керек сөздер болған секілді, себебі нағыз қазір айтқан сөзіңіз жүрекке жетті. Адам өзін ғана жақсы көру емес, шынында да отбасын жақсы көрген кезде ұзағырақ өмір сүреді, бірге тату тәтті болады дегенге сенеміз. Бақытты келеді, басына бақ қонады, бақ құсы қонады деп айтқым келеді сол. Керемет. Енді бұл сөздерден кейін біздің қатысушыларымыз да естіп отыр. Болашақта бас қосайын деп отырған жандарға бір өнегелі сөз деп білеміз. Өздеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және дәл қазір енді жаныңызда әріптестеріңіз отыр. Бауыржан мырза бар, Меруерт ханым бар еді. Ол кісілермен де бауыр басып қалған боларсыздар. Алда енді келгенге дейінгі уақытта не айтар едіңіз? Сәлемдеме жолдап қойсаңыз болады көрермендерге де. Ой, алтындарым, олар мен бар ғой, ең үлкен және айтып отыр ғой, өгей шеше деп. Олардың анасы болып қалдым.
өгей шеше енді өгейлігін көрсетеді ғой, мен өгейлік көрсете алмайды екенмін. Сондықтан Меруертпенен Бауыржанға басымыз бірігіп, біз де өзіміздің отбасымыздағы жағдайды осы жерге алып келейік. Рахмет, көп рахмет дейміз, ал біз келесі жарнамада қайта ораламыз.